Ардагер Амангелді ердің ері деп жыр алыбы Жамбыл атамыз жырлаған, елдің қамын әріден ойлаған, елін бостандықпен теңдікке жетелеген халық батыры Амангелді Имановтың туғанына биыл үстіміздегі жылы 150 жыл толды. Осы айтулы мерекеге орай еліміздің түкпір-түкпірінде үлкенді-кішілі мерекелік іс-шаралар өтуде. Осы мерекеге орай еліміздің астанасы Астана қаласында 3 сәуір күні батырдың туған күніне орай Қостанай облыстық өлкетану музейінің ұйымдастыруымен халық батыры атты көрме ұйымдастырылды. Бұл игілікті іс-шараға ел басшыларынан бастап еліміздің белді азаматтары, зерттеушілер, жазушылар, журналистер, ақындар, музыканттар, батырдың алыс жақын туыстары, жерлестері, үзеңгілес достарының ұрпақтары да қатысты. Көрмеге 1916 жылы көтеріліске қатысты әртүрлі қару-жарақтар, атап айтсақ, қос ауыз мылтық, ши мылтықтар, көрік, ер-тоқым, батырға арналған мүсіндер, батырдың өзі ойнаған домбырасы, Кейкі батырдың кебежесі, жаңа картиналар және тағы да басқа көптеген жәдігерлер қойылды. Көрменің соңы батырдың биік тұлғасы, тарихы, зерттелуі, ақиқатты атты ғылыми конференцияға жалғасты. Конференцияда ғалымдар, зерттеуші тарихшылар Амангелді батырдың өмірбаянындағы тың деректерді, соғыс кезіндегі батырдың әскери әдіс-тәсілдерін, оның Торғай жеріндегі сауат ашу мәселесіне тікелей белсене атсалысқанын да ерекше атап өтті. Конференция соңында кеш ұйымдастырушыларының атынан Амангелді батырдың туған немересі Батырлан Рамазанұлына арнайы сыйлық шапан жабылды. Батырлан Рамазанұлы өзінің ыстық ықыласын білдіріп, сұхбаттар берді. Осы мерекелік іс-шараға келген қонақтарға түскі ас беріліп, ескерткіш суреттерге түсірілді. Сол күнгі мерекелік іс-шаралар Еркеғали Рахмадиев атындағы концерттік залында Амангелді Имановтың туғанына 150 жыл толуына орай ұйымдастырылған «Дала дауылпазы» атты концертіне жалғасты.